Достар, сәлем! Бүгін сіздермен кафедегідей немесе аптап ыстықта шөлімізді қандыратын мохито немесе лимонад рецептісімен бөлісетін боламын. Ең әуелі бізге спрайт сусынымыз, әсемай газдалған сусынымыз, жалбыз, одан кейін лимон, апельсин және құлпынай қажет болады. Осы ретте құлпынайымызды осылай бөліктерге бөліп, жақсылап турап дайындап аламыз. Одан кейін апельсинімізді де дәл осы ретпен бөліктерге бөліп, өз қалауларыңызша турап аласыздар. Сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер болады. Достар, егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне, ендігі кезекте лимонымызды да дәл осылай бөліктерге бөліп турап аламыз. Одан кейін таза құрғақ графинімізге әуелі лимонымызды, алдын ала туралған құлпынайымызды, одан кейін өз қалауларыңызша апельсиндерімізді салып, оның үстіне жуып тазаланған жалбызымызды салып, осы ретте газдалған әсемай сарағашын құйып, тек жарты бөлігін. Одан кейін кез келген сусын сататын дүкенде сатылатын барбадос сиропын өз қалауларыңызша қосып, одан кейін спрайт сусынын қосып, жақсылап қасығымыздың көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне, біздің шөлімізді қандырар дәл кафедегідей лимонадымыз дайын. Достар, дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер болады. Рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Сау болыңыздар.